Осы келіншек менің көңілдесіме айналады деп ешқашан ойламап едім. Бірақ солай болып қалды. Жайна алғаш біздің жұмысқа орналасқанда қандай сыпайы, қандай инабатты келіншек еді. Бетінен иман төгіліп тұратын. Сондай әдемі, сондай сымбатты еді. Еркек біткен шіркін-ай, әйеліміз осындай көрікті, осындай инабатты болса деп ойлаушы едік. Үстіне қазіргідей тыртитып джинсы емес, әдемі ұзын көйлек киетін. Онысы тал бойына жарасып тұрушы еді. Қазірше, түсінікті болу үшін бәрін басынан айтайын. Сырттай ғашық едім. Жайнаны өзге еркектер секілді мен де сырттай ұнатып қалдым. Дәлізде кездесіп қалғанда жай амандасып, ақырын көзбен ұзатып салушы едім. Көрікті келіншектің түп-түзу жұп-жұмыр аяғы, екі жаққа ойната тастайтын бөксесі еркекті өзіне тартпай тұрмайтын. Ал амандасқан кезде мөлдірей қарайтын нәркес көздері кез келген адамның есін шығаратын. Сөйтіп, сырттай ғашық болып жүргенде арада 1 жылдай уақыт өтіп кетті. Жұмыстағы еркектер анау-мынау дегенімен ешкімнің батылы барып, онымен жақындаса алған жоқ. Шындығына келсек, Жайна ұжымдағы азаматтармен сыйласқаны болмаса, ешқайсысының тым жақын болуына жол берген жоқ. Бірде кешкілік жұмыс алдындағы көлігімді оталдырып, жылжып бара жатыр едім. Аялдамаға қарай аяңдап бара жатқан Жайнаны көрдім. Жанына қатарласа бере, «Жайна отыр, жеткізіп салайын» дедім. Ол қарсылық танытқан жоқ. Бірден келісіп, көлігіме отырды. Сол күннен бастап екеуміздің ортамызда бір жақындық орнады. Жұмыстан жиі бірге қайтатын болдық. Үйіне жақындамай алыстан тастап кетемін. Күйеуім бар, күйеуім қызғаншақ, көрінген нәрсеге бола жанжал шығарады деді бірде мұңайып. Әйеліміз сен секілді сұлу, сымбатты болса, біз де қызғанар едік дедім мен. Арада тағы да жарты жыл өтті. Бірде Жайна жұмысқа 1 айдай келмей қалды. Ақырын сұрастырсам, ауырып ауруханаға түсіпті. Өзіне тікелей телефон шалмадым. Өйткені жанында күйеу болса, басын дауға қалдырмайын дедім. Ақыры Жайна жұмысқа шықты. Телефонына хабарласып, жұмыстан ала кетейін дедім. Ол қарсы болмады. Бірге қайттық. Жолда ол үйде болған жағдайды ақтарып салды. Күйеуі участковый мент еді. Сол өз территориясында орналасқан бір саунадағы меңгеруші келіншекпен ойнас болып шығыпты. Жайна күйеуінің телефонын ақтарып отырып, әлгі келіншекпен саунада құшақтасып жалаңаш түскен суреттерін, ол келіншектің мұның күйеуіне жазған хабарларын көріпті. Жанжал содан шыққан. Үйде төбелес болып, күйеуі Жайнаны балаларының көзінше көк ала қойдай қылып сабап тастапты. Ауруханаға түскені содан екен. Сол кезден бастап Жайна өзгерді. Қасы мен кірпігін сүрмелеп, фигурасын көрсетіп, тап-тар джинсы киетін болды. Бірде аға бізге бірнеше шөлмек сыра әкеп бересіз бе демесі бар ма? Жайнаға отказ беру қайда? Жүгіріп кеттім. Сөйтсем, бірге отыратын 3 қыз ара-тұра жиналып, сыра, шарап ше бастапты. Кабинетте бірге отыратын 2 қыздың бірі байынан ажырасқан. Екіншісі жасы келсе де байға шыға алмай жүрген біреу еді. Олар оңашада не айтқанын кім білсін? Жайна солардың айтқанымен жүре бастаған секілді. Шамасы, байын қыдырса, сен де қыдыр. Жассың, өстіп жүргенде уақыт өтіп кетеді. Жүріп қыдырып қал демей ме екен? Жайна бұрын ұжымда болатын отырыстарға келмейтін. Келе қалса да кішкентай қызын ертіп келіп, ерте қайтып кетуші еді. Қазір өзгерді. Отырыстардан қалмайды. Ортаға шығып биді де төгіп жібереді. Осындай бір сыра ішіп қызған күні бірге қайттық. Қыстың күні еді. Қас қарайып кеткен. Оны-мұны айтып келе жатып, бір қалтарысқа тоқтадым. Ол үндемеді. Өзің сезіп жүрген шығарсың, сен маған қатты ұнайсың деп оның қолынан ұстап, өзіме тарттым. Күштеп құшақтап өзіме тартып едім, көзін жұмып, ернін тоса берді.
ар жағы түсінікті ғой енді. Сол түнді екеуміз машинаның артқы орындығында өткіздік. Жайна маған қатты ұнады. Төсекте өте белсенді, әрі өзі сұлу, дене бітімі де келіскен, кез келген еркек адамды өзіне баурап алатын әйелге тән қасиеті төгіліп тұр. Араға апта салмай пәтер жалдап, Жайнаны соған ертіп апардым. Күйеуімнің көзіне шөп саламын деп ешқашан ойламап едім. Өткендегі жағдай қатты әсер етті. Қазір күйеумен бірге тұрғаныммен оған деген сезімім суып кеткен. Ол қанша кешірім сұрап төсекте аймаласа да, оған деген сезімім жоқ. Ол мен үшін бөтен адам секілді, деді де менімен құшақтасып жатты. Тағы бірде күйеуімнен алмаған ләззатты сізден алдым. Еркекпен жақындасудың мұндай керемет екенін бұрын сезбеппін деп шынын жайып салды. Ақыры Жайна екеуміз көңілдес болып тындық. Жұмыста ешкімге білдірмеу үшін алыстан амандасқанымызбен қайтарда машина ішінде құшақтаса кетеміз. Бұл қашанға созылады екен, білмеймін. Жайна екеуміздің оңашада кездесіп жүргенімізді байқап қалған кейбір жігіттер, байқашы, қызғаншақ күйеу бір күні аңдып жүріп, атып кетпесін деп қорқытып қояды. Ондайда расында шошып қаламын. Бірақ жаным, саған ешқандай еркек жетпейді деп көліктің артқы орындығында отырып, өзі құшақтап, мені шешіндіре бастағанда бәрін ұмытып кетемін. Жалпы, Жайна екеуміздің арамыздағы осы қатынас оған деген махаббат па, әлде жай ғана құмарлық сезім бе? Соны түсіне алмай жүрмін. Ал Жайна болса, екеуі де бар дейді.